Ұлы Қытай қорғаны неге салынды? Нағыз мақсаты қандай? Ұлы Қытай қорғаны адамзат тарихындағы ең ұзын құрылыс. Оны мыңдаған жылдар бұрын салды. Бірақ не үшін? Көшпенділерден қорғану үшін дейді. Ал шын мәнінде? Бірінші теория бұл түрме болды. Қорған бойында мыңдаған күзет мұнаралары бар. Бірақ кейбір деректерге қарағанда ол мұнаралар сырттан келген жауды емес, ішіндегі адамдарды бақылау үшін жасалған. Яғни қорған алып түрме. Кімнің қашып кеткенін байқау оңай болу үшін салынған дейді. Ал енді ойлап көріңіз, 10 мыңдаған адамды бір қорғанға қамап қойса, оларды кім күзетті? Әлде іште басқа біреу болды ма? Екінші теория бұл белгісіз біреулерден қорғану үшін жасалды. Тарихта көшпенділерден қорғану үшін салынды дейді. Бірақ қызығы, көптеген аймақтарында қорған ішке қарай салынған. Яғни, дұшпанды сыртта емес, ішінде ұстау керек болды. Ал енді ең қорқыныштысы, ескі Қытай аңыздарында аспаннан келген жау деген әңгімелер бар. Яғни, қорғанды салғандар қарапайым әскерден емес, әлдеқайда қауіпті бірдеңеден қорғанғысы келді ме? Үшінші теория бұл ежелгі эксперименттің бөлігі болды. Қорған бойында жер асты туннелдері бар екені анықталды. Бірақ олар қайда апаратыны белгісіз. Кейбір ғалымдар бұл туннелдер зертханаларға, жерасты қалаларына немесе құпия әскери базаларға апаруы мүмкін дейді. Және ең бастысы, неге қорған бойындағы кейбір аймақтарда ерекше магниттік өрістер келген? Бұл нағыз энергетикалық қару болды ма? Ал сіз қалай ойлайсыз? Ұлы Қытай қорғаны не үшін салынды? Көшпенділерден қорғану үшін бе, әлде біз білмейтін әлдеқайда үлкен құпия бар ма?